Баршаңызға қайырлы күн. Менімен бірге ананас салатын жасап көріңіздер. Құрамында ананас болғандықтан дәмі өте ерекше болады. Салатты әзірлеу үшін тауық етін және жұмыртқаны пісіріп дайындап аламыз. Бір банка кукуруз, консервадағы ананас және сыр қажет. Алдымен ананасты шпыртап турап аламыз. Консервадағы ананасты кез келген дүкеннен таба аласыздар, немесе ананастың өзін қоссаңыз болады. Кейін ірімшікті ұсақтап турап саламыз. Енді жұмыртқамызды төртбұрыштап ұсақтап турап саламыз. Турап салсаңыз да болады, немесе жұмыртқаның арнайы кесетін құралымен салсаңыз да болады. Ары қарай піскен тауық етін турап саламыз. Кейін дайын тұрған жүгерімді қосып, татымына қарай тұз және майонезді салып жақсылап араластырамыз. Міне достар, ананас салатымыз дайын. Әдемілеп тарелкаға салып, шайға ұсына беруге болады. Бұл салатты қонақ күтсеңіз де жасауға болады, немесе жаңа жылда жасағанға өте керемет салат. Бұл салат сіздерге қатты ұнайтынына мен сенімдімін. Көп рахмет. Және де маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.